Сәлеметсіздер ме? Бүгін сабақтың тақырыбы ауыл мен қала. Жаңа тақырыпқа өту бұрын үй жұмысын тексеріп алайық. Давайте сначала проверим домашнее задание. Отан отбасынан басталады бөлімі бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ответим на вопросы по модулю «Отан отбасынан басталады». Родина начинается с семьи. Отан неден басталады? С чего начинается родина? Отбасы қандай ұғым? Семья какое понятие? Мұхтар Әуезов туралы не білесіңдер? Что вы знаете о Мұхтаре Әуезове? Мұхтар Әуезов қандай роман жазды? Какой роман написал Мұхтар Әуезов? Абайды кім тәрбиелеген? Кто воспитывал Абая? Дүниеде ең тәтті не? Что самое сладкое в мире? Дүниеде ең жұмсақ не? Что самое мягкое в жизни? Ребята, постарайтесь ответить на эти вопросы. Я уверена, что вы правильно ответили на данные вопросы. Ал енді сабаққа көшеміз. Сабақтың тақырыбы ауыл мен қала. Тема нашего урока – ауыл и город. Сабақтың мақсаты шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру, тыңдалған мәтін бойынша әңгімелеу, сын есімдерді ажырата білу және ауызша жұмыстарда қолдана білу. Алдымен жаңа сөздермен танысайық. Демалу, отдыхать, өзгеріс, изменение, зәулім, высотный, түп-түзу, ровный, шомылу, купаться, қыздырыну, греться. Жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыруға үйреніңдер. Ребята, постарайтесь с новыми словами, попытайтесь с новыми словами составить предложение или же словосочетание. Тағы да бір рет қайталаймыз. Демалу, өзгеріс, зәулім, түп-түзу, шомылу, қыздырыну. Ал енді мәтінге көшеміз. Мәтінді тыңдаңдар. Биыл жазда атам мен әжемнің ауылына демалуға бардық. В этом году ездили отдыхать в аул, летом в аул к бабушке и дедушке. Ауылда біз кеткелі көп өзгерістер болыпты. В ауле произошли много изменений после того, как мы уехали. Жаңа мектеп, үлкен аурухана, зәулім мәдениет үйі салыныпты. Построенные новые школы, высокие, большие больницы, высотные дом культуры. Көшелері түп-түзу, тас төселіп, гүл егілген. Улицы ровные, постелен асфальт, посадили цветы. Ағаштар да тым жиі отырғызылған. Деревья посадили часто. Ауылдағы кітапхананың қоры бай. Фонд библиотеки в ауле очень богат. Ауылдың шетінде көл бар. В конце аула есть озеро. Көл аса терең емес. Озеро не очень глубокое. Күндіз суға шомылып, күнге қыздырынамыз. Днем купаемся в воде, греемся на солнце. Кеш бата балалармен асық ойнап, дөп тебеміз. Вечером с детьми играем в бальчики и в мяч. Ауылда өте жақсы демалдық. В ауле очень хорошо отдохнули. Ал енді оқушылар мәтін бойынша тапсырма орындайық.
Сенің атаң мен әжең ауылда немесе қалада тұрады ма? Твои бабушка и дедушка живут в городе или в ауле? Таза ауа қалада ма немесе ауылда ма? Чистый воздух в городе или в ауле? Мәдени орталықтар қайда көп? Где много культурных центров? Қалада ма немесе ауылда ма? В городе или в ауле? Сұрақтарға жауап бердіңдер деп үміттенемін. Ребята, я надеюсь, что вы правильно ответили на данные вопросы, связав с жизнью. Также обратите внимание на дескриптор. Келесі тапсырма тыңдалған мәтін бойынша ауызша айтасыңдар. Ауылда қандай өзгерістер болды? Какие изменения произошли в ауле? Ауылда кімдер тұрады? Кто живет в ауле? Күндіз қайда барады? Днем куда идут дети? Ал енді оқушылар осы сұрақтарға негізделе отырып, ауызша мәтінді айтыңдар. Ребята, опираясь на данные вопросы, перескажите устно содержание текста. Обратите внимание на дескриптор. Келесі тапсырма тыңдалған мәтіннен 3 сын есімді табыңыз және мағынасына қарай түрін анықтаңыз. По прослушанному тексту, ребята, найдите 3 прилагательных и определите их вид по значению. Мағынасына қарай сын есім делится сапалық және қатыстық. По значению прилагательные делятся сапалық качественные, қатыстық относительные. Вам нужно из прочитанного, прослушанного текста найти 3 прилагательных и определить их вид по значению. Дескрипторға назар аударыңдар. Обратите внимание на дескриптор. Ал енді үйге тапсырма жазып алыңдар. 21-ші бетте 5-ші тапсырманы жазбаша түрінде орындап келесіңдер. На странице 21 упражнение 5 письменно выполните дома. Төменде берілген сөздерге сын есімдерді қатыстырып, сөз тіркестерін жазыңдар. К данным словам данные слова нужно связать с прилагательными и составить словосочетание. Аул, қала, еңбек, көше, халық, қора, жетек. Осымен оқушылар сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.